Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио достар. Бүгін біз мынандай тростник пшеница фермасын қалай салатынын көрсетеміз сіздерге. Мен дейтін дайындап қойдым, енді достар сіздерге қалай салатынын барлық процесті көрсетпеймін, өйткені көп уақытқа созылып кетеді. Бұның бәрі енді соткамен ойнағанның кесірінен. Енді сіздерге нақты қылып түсіндіремін деп ойлаймын. Енді қазір түсіндіріп қараймын сіздерге. Біріншімен достар, біріншімен жерді дайындайсыңдар. Жерді дайындағанда ең басында мына таратыңдар. Ең басындағы жерді енді бастайсыздар ғой. Бастағанда бүйтіп көтеріледі ғой. Ең басындағын, так, мынаны жауып тастайық. Так, ең басындағы жерді мынандай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қыласыздар. Сосын тағы бір блокқа көтеріліп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ге көтерілесте, тағы бір блокқа көтерілесте 1, 2, 3, 4, 5. 5 өткені мына жерде механизм 7 блок саналады. Сосын 5-ші блокта мына жерде мынандай қылып мына жердің бойында поршеньді қоясыздар. Поршеньді қойғаннан кейін артына осындай бір не қыласыздар, осындай ящик сияқты, типа ячейка асасыңдар да су құйып қоясыңдар, өйткені мынандай қылып ашылу керек. Сосын дұрысында осындай қылып келу керек су деген. Былайынан келу керек. Мысалы, ектіңдер ғой, енді уражайдың бәрі өсті. Сосын так, мына жерге қойайық. Уражайдың бәрі өсті, мына сундыққа түседі сосын. Ал енді мынандай механизмді қалай жасауға болады? Мынандай механизмді достар, қазір астына қазайын. Так, мынандай механизмді мен жауып тастадым ба не бәрін? Так, міне. Так, жерге қазылайық қазір. Оп. Енді мана поршеньді қойдыңдар ғой мына жерге. Мына жерге поршеньді қойғаннан кейін, астына мынандай қылып факел қойып шығасыңдар поршеньнің астына. Так, мына жаққа қазып жіберейік. Тақыттай бір қазайық. Сосын поршень қойғаннан кейін, қазір мына жақты былай қазып жіберейік өтуге. Мынандай қылып факел қоясыңдар поршеньнің астына. Сосын повторительдерді былайынан осылай тұрып жарға тақап шығасыздар ненің астына. Сосын редстоун жүргізесіңдер де былайынан мына жақта да дәл сондай қылып істейсіңдер. Поршень астына факел, 4 факел, сосын повторитель, сосын сосын бәріне мынандай қылып редстоун жүргізесіңдер. Редстоун бүйтіп жүргізгеннен кейін, так, мешать ететін. Так, редстоун жүргізгеннен кейін былай жерге көтерілесіздер. Сосын достар, мен сіздерге советім, былайынан 1, 2, 3 салдыңдар ғой да. Так, міне 1, 2, 3 салғаннан кейін сразу мынандай қылып былайынан емес, былайынан тұрып нені саласыңдар? Повторительді. Повторительді тұру керек, осылайынан қозғамайсыңдар. Өйткені мына повторитель тұрғанда анаяққа шейін тек қана редстоунмен апарсаңдар, мына поршень системасы жұмыс істемейді. Сондықтан, мысалы, жүргізіңдер ғой, 4 блок. Осы неден кейін уже саналып бастайсыңдар. 1, 2, 3-ті, 3, сосын былайынан емес, тағайтам, былайынан емес, былайынан қоясыңдар да, сосын бит жүргізесіңдер, қоятын жерлеріңе бит жүргізесіңдер. 8-ші блоктан осындай блок қойындарда, былай істедіңдер, осындай решақ қойып қойындар. Сосын міне, былай ашылады. Ал енді сендерге несіз көрсетіп қарайын қазір. Повторительсіз. Қалай болады екен көрейік қазір. Тұратыңдар қыттай, факел қайда факел? Факел емес, редстоун қайда бізде? Редстоун. Так, редстоунды қойдық. Енді редстоунды істеп қарайық шал. Көтеріле ма? Так, қыттайында тұратыңдар. Қазір жамбырды алып тастайын. Так, жамбыр. Так, погода. Ясно. Ал енді міне, так, кішкене өтсің. Енді мана редстоунды қойдым ана жерге. Енді көрейік шал. Көріп тұрсыздар ма? Жұмыс істемейді. Ал енді қазір нені қойып қарайық қазір. Так, бұзыл. Енді мынаны қойып қой істеп қарайық шал қазір. Так, міне, болды, ашылды.
міне осындай механизм. сосын мына орталарына су жүргізуді ұмытпаңыздар. енді суды өздеріңіз жүргізе алады деп ойлаймын. мына былайынан главный мына нелерді, мына суды жауып тастамаңдар. мен сияқты кәпка жауып тастағандай суды жауып тастамаңдар, өйткені мыналар дейтін не істемей қалады. сондықтан суды жауып тастамаңдар. главный бәрі мұқият істеңдер достар. енді механизмді түсінді деп ойлаймын сіздерді. сондықтан егер де видео ұнаса лайк басыңыздар. сосын келесі бөлімде мен сіздерге, яғни осындай контенттің келесі бөлімде сіздерге жаңа бағдарлама дейікші, жаңа бағдарлама келесінде сіздерге мына жерге тростник фермасын қалай істейтінін көрсетемін. автоматтық әрине сондай ферманы қалай істейтінін көрсетемін. сондықтан достар 130 лайк жинайық мына видеоның астына, сосын тростник фермасын көрсетемін сіздерге. сіздер бәрін түсінді деп ойлаймын достар. Тағы да көрсетіп кетейін. мына жақта түсінбесеңдер, енді түсінетіндер бар, түсінбейтіндер бар. Поршень, факел, сосын повторитель, редстоун жүргізесіңдер. 3 блоктан кейін повторитель. тұр. 3 блоктан кейін повторитель. Былай емес, былайынан қоясыздар, былайынан тұрып. Разница бар. Сосын былайынан жүргізесіздер де ана жерге нені қоясыздар да. Бидайды егесіңдер, өскеннен кейін бит ашық боласыңдар, болды, жиналады да, былайынан келеді, суымен келеді. Сосын достар, айтып кететін жағдай, мынандай мыналарды, мына блоктарды мынандай қылып цельный блоктар қойыңыздар, өйткені полублокпен өз басымнан өтті, полублокпен андай пшеницалар дейтін, бидайлар дейтін андай полублоктың үстінде тұрып қалады. сосын өзін бүйтіп жүріп ана егіннің бәрін мынандай қылып таптап бүйтіп сондай қылып тура келеді. сондықтан достар осындай толық блок қойыңдар. Ал достар, сіздер түсінді деп ойлаймын. 130 лайк, айтқандай келесі бөлім тростник фермасын қалай салатынын көрсетемін достар. келесі бөлімдерде кездескенше лайк басуды ұмытпаңыздар. сосын әрине каналға тіркеліп кетіңдер достар. Қош сау.